Қазақстанның Байтақ Жасылдар партиясы қоғамдық бірлестігінің мүшесі, заңгер Бағдат Амандосұлының Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нұралыұлы Нысанбаевқа Арал өңіріндегі экологиялық ахуалы туралы заңнамалық ұсыныстары. Арал өңіріндегі экологиялық ахуал Қазақстан үшін тек өңірлік мәселе емес, ұлттық қауіпсіздікке, халық денсаулығына, су ресурстарына, көші-қонға, әлеуметтік әділеттілікке және болашақ ұрпақтың өмір сүру сапасына тікелей әсер ететін стратегиялық мәселе болып табылады. Қолданыстағы заң 1992 жылы қабылданған және сол кезеңдегі негізгі міндет экологиялық қасіреттен зардап шеккен азаматтарға әлеуметтік кепілдіктер беру болған. Алайда қазіргі жағдай заңды жаңа деңгейге көтеруді талап етеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Арал мәселесіне арнайы тоқталып, солтүстік Аралды сақтау, Көкарал бөгетін биіктету, су дипломатиясы және көрші мемлекеттермен келісімдер қажеттігін атап өтті. Сондай-ақ судың сапасы мен халыққа қолжетімділігі аса маңызды екенін, трансшекаралық суларды пайдалану мәселесін шешу үкіметтің негізгі міндеті екенін, су үнемдеу технологияларын жедел енгізу қажеттігін және су саласындағы заңсыздықтарға жол берілмеуі тиіс екенін көрсетті. 2025 жылғы жолдауында мемлекет басшысы Арал теңізін қалпына келтіру жұмыстары жалғасуы тиіс екенін, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау ұлттық идеологияның өзегі болуы қажет екенін айтты. Осыған байланысты төмендегі заңнамалық ұсыныстарды қарастыру қажеттілігі өзі сұранып тұр. Біріншіден, қазіргі заңның атауы азаматтарды әлеуметтік қорғауға бағытталған. Бұл дұрыс, бірақ жеткіліксіз. Заң тек өтемақы мен жеңілдік туралы емес, Арал өңірін экологиялық, медициналық, әлеуметтік және экономикалық қалпына келтіру туралы кешенді заң болуы тиіс. Екіншіден, заңға экологиялық әділеттілік қағидатын енгізу қажет. Атап айтқанда, қазіргі заңда халықты әлеуметтік қолдау бар, бірақ экологиялық әділеттілік деген жеке қағидат жоқ. Арал өңірінде тұратын азаматтар тарихи және табиғи себептерден экологиялық зиянды көбірек тартып отыр. Сондықтан заңда мемлекет осы өңір тұрғындарына ерекше қорғау көрсетуге міндетті екені нақты жазылуы керек. Үшіншіден, аймақтарды белгілеу өлшемдерін жаңарту және ғылыми мониторинг енгізу керек. Қолданыстағы заңда экологиялық апат, экологиялық дағдарыс және дағдарыс жағдайына жақындаған аймақтар көрсетілген. Бірақ бұл аймақтарды қайта бағалау тәртібі өте ауыр және заңға өзгеріс енгізу арқылы ғана жүзеге асады. Яғни экологиялық жағдай, су сапасы, аурушаңдық, көші-қон, шаң-тұз дауылдары, климаттық өзгеріс, жердің шөлейттенуі жыл сайын өзгеруі мүмкін. Ал заң мұндай өзгерістерге жедел жауап бермейді. Бұл жерде аймақтық мәртебесін автоматты түрде өзгерту емес, үкіметтің парламентке 3 жыл сайын ғылыми негізделген ұлттық баяндама енгізу міндетін бекіту ұсынылады. Төртіншіден, зардап шеккен азаматтардың бірыңғай цифрлық реестрін құру қажет. Яғни қолданыстағы заңның 9 бабында зардап шеккен азаматтарды тіркеу үкімет белгілеген тәртіппен жүргізілетіні көрсетілген. Бірақ заңда цифрлық тіркеу, проактивті қызмет, азаматтың мәртебесін дәлелдеу ауыртпалығын азайту мәселелері нақты жазылмаған. Бұл ұсыныстың мақсаты азаматты әкімдік пен мемлекеттік орган арасында сабылтпау. Мемлекет деректі өзі тексеруге тиіс. Бесіншіден, Арал медициналық пакетіне қатысты медициналық кепілдіктерді күшейту қажет. Қолданыстағы 12 бабы медициналық мекемелерді қаржыландыру нормасын арттыруды, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді және кешенді медициналық тексеруді көздейді. Бірақ нақты қандай тексерулер, қандай мерзімде, қандай осал топтарға басымдықпен жүргізілетіні көрсетілмеген. 2026 жылғы ресми мәлімет бойынша Арал өңірінде 3 миллионнан астам адам тұрады. Аурулардың 40%-на дейін экологиялық факторлармен байланысты болуы мүмкін. Экологиялық дағдарыс салдары ретінде тыныс алу, жүрек-қан тамырлары аурулары және әйелдер мен балалар арасындағы анемияның жоғары таралуы аталған. Осыған орай норма жобасы төмендегідей болады. Экологиялық қасірет аймағында тұратын балалар, жүкті әйелдер, зейнеткерлер, мүгедектігі бар адамдар және созылмалы аурулары бар азаматтар жыл сайын тегін кеңейтілген медициналық скринингтен өткізіледі. Скрининг нәтижелері бойынша азаматқа профилактикалық, емдік және оңалту көмегі тегін көрсетіледі. Алтыншыдан, ауыз суға нақты кепілдік енгізу қажет. Қолданыстағы 11 бапта халықты сапалы ауыз сумен басымдықты түрде қамтамасыз ету көзделген.
Бірақ басымдықты түрде деген ұғым өлшенетін міндет емес. Президенттің су сапасы мен халыққа қолжетімділігін ерекше атауы бұл ұсынысты саяси құқықтық тұрғыдан негіздейді. Жетіншіден, ашық экологиялық деректер картасын жасау қажет. Халық нақты не ішіп отырғанын, қандай ауамен тыныстап отырғанын, қандай аймақта тұрып жатқанын білуге тиіс. Қазақстан Орхус конвенциясын 2000 жылы бекіткен. Конвенция әр адамның өз денсаулығы мен әл-ауқаты үшін қолайлы қоршаған ортада өмір сүру құқығын, экологиялық ақпаратқа қол жеткізуді, шешім қабылдауға қатысуды және сот әділдігіне қол жеткізуді таниды. Бұл карта халыққа, әкімдіктерге, дәрігерлерге, экологтарға, инвесторларға және парламент депутаттарына бірдей ашық болуы тиіс. 8-ден, қоғамның қатысуын күшейту қажет. Яғни арал қоғамдық кеңесі қолданыстағы заңда халықтың шешім қабылдауға қатысуы нақты механизм ретінде бекітілмеген. Бұл Орхус қағидаттарына толық сәйкес келмейді. Заңға арал өңірі жөніндегі қоғамдық ғылыми кеңес жаңа институт енгізу керек. Кеңес жылына кемінде 2 рет ашық отырыс өткізіп, үкіметке және министрлікке ұсыныс беруге құқылы болуы керек. 9-дан, экологияны қалпына келтіру қорын құру қажет. Қолданыстағы 22 бапта қаржыландыру, республикалық және жергілікті бюджеттерден, ұйымдар мен кәсіпорындардың қаражатынан, ерікті жарналардан және қайырымдылық көмектен жүзеге асатыны көрсетілген. Бірақ арнайы мақсатты қор, ашық бюджет, жобалық есептілік тетігі жоқ. Заңға жаңа бап енгізу керек, атап айтқанда. Арал өңірінің экологиясын қалпына келтіру және халық денсаулығын қорғау қоры қордың барлық шығысы ашық порталға жариялануы тиіс. 10-дан, Көкарал, Солтүстік Арал және су дипломатиясын заңмен байланыстыру қажет. Президент Солтүстік Аралды сақтап қалу, Көкарал бөгетін биіктету және су ресурстары бойынша көрші мемлекеттермен келісімдер жасау қажеттігін атап өтті. Дүниежүзілік банк дерегіне сәйкес, Көкарал бөгеті және Сырдария арнасын реттеу жобасы Солтүстік Аралда суды жинауға, дельта және өзен экожүйелерін қалпына келтіруге, ауыл шаруашылығы мен балық өндірісін қолдауға бағытталған. Бұл нақты инфрақұрылымдық жобалардың нәтиже бере алатынын көрсетеді. 11-ден, экологиялық көші-қон және қоныс аударған азаматтарды қорғау қажет. Қолданыстағы заңда экологиялық апат аймағынан кеткен адамдарға жұмысқа орналасу және тұрғын үй бойынша кейбір кепілдіктер бар. Бірақ қазіргі еңбек нарығы, тұрғын үй бағасы, урбанизация және ішкі көші-қон жағдайында бұл нормалар жеткіліксіз. 12-ден, балаларға арналған арнайы экологиялық қорғау нормасын енгізу қажет. Қолданыстағы заң балаларды мәртебе беру кезінде ғана атайды, бірақ балаларды жеке қорғалатын топ ретінде кешенді реттемейді. Заңға арал өңіріндегі балаларды экологиялық қорғау туралы жаңа бап енгізу керек. Яғни, экологиялық қасірет аймағында тұратын балалар мемлекет тарапынан ерекше қорғалатын топ болып табылады. Оларға профилактикалық медициналық тексеру, қауіпсіз ауыз су, сапалы мектеп тамағы, оңалту, жазғы сауықтыру және экологиялық білім беру кепілдендіріледі. Бұл норма әйелдер мен балалар арасында анемияның жоғары таралуы және экологиялық факторлармен байланысты аурулар туралы ресми деректерге сәйкес келеді. 13-ден, ластаушы кәсіпорындар мен мемлекеттік органдардың жауапкершілігін нақтылау қажет. Сондай-ақ жыл сайын экология министрлігі экологиялық жағдай бойынша, денсаулық сақтау министрлігі халық денсаулығы бойынша, су ресурстары және ирригация министрлігі су қауіпсіздігі бойынша, әкімдіктер әлеуметтік қолдау және инфрақұрылым бойынша есеп беруі тиіс. 14-ден, ластауыштар туралы ашық деректерді арал өңіріне арнайы қолдану қажет. Қазақстан Орхус конвенциясының ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімдері туралы хаттамасын ратификациялаған. Бұл хаттаманың мақсаты ластану туралы жалпы ұлттық ашық дерекқор арқылы жұртшылықтың ақпаратқа қол жетімділігін кеңейту және ластануды азайтуға ықпал ету. 15-ден, заңға 5 жылдық мемлекеттік бағдарлама міндетін енгізу қажет. Қазіргі 22 бапта арал өңірін экологиялық сауықтыру және әлеуметтік экономикалық дамыту мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттары негізінде жүзеге асырылатыны көрсетілген. Бірақ нақты мерзімді бағдарлама, нысаналы индикатор, жауапты орган, бюджет және есептілік тетігі көрсетілмеген. Қорытынды ұсыныс ретінде қолданыстағы заңды жою емес, оны жаңа мазмұнмен толықтыру қажет.
себебі заңда әлеуметтік кепілдіктер бар және олар сақталуы тиіс. Осыған байланысты экология және табиғи ресурстар министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау және Арал өңірін экологиялық қалпына келтіру туралы заң жобасын әзірлеу жөнінде жұмыс тобын құру ұсынылады. Жұмыс тобына экология және табиғи ресурстар министрлігі, су ресурстары және ирригация министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Қызылорда, Ақтөбе, Түркістан, Ұлытау облыстарының әкімдіктері, ғалымдар, дәрігерлер, экологтар, заңгерлер және жергілікті тұрғындардың өкілдері енгізілуі қажет деп санаймын. Идеяның негізі ретінде Арал өңірінің халқы мемлекеттен тек өтемақы емес, таза су, нақты медицина, ашық ақпарат, экологиялық қалпына келтіру, әділ қаржыландыру және болашаққа сенім алуы тиіс.